Армысыздар, құрметті көрермендер. Күні кеше ғана елімізге Қытайдың сыртқы істер министрі Ван И келіп кетті. Ол еліміздің сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердімен және президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесіп келіссөздер жүргізді. Артынша Орталық Азия мемлекеттерінің сыртқы істер министрлерімен үлкен форматта форум өтті. Жалпы Ван И не үшін келді және оның келудегі мақсаты неде деген заңды сұрақтар туындайтыны белгілі. Енді соңғы жылдары Қытайдың Орталық Азияға деген қызығушылығы еселеп артты десек болады. Бұл әсіресе 2022 жылы бірнеше есе күшейді. Ол әлемдегі геосаяси жағдайдың және Орталық Азиядағы тұрақтылық мәселесіне байланысты да жүзеге асып отыр. Ресейдің Украинаға соғыс ашуына байланысты және Ресейге қарсы Европа мемлекеттері мен Америка Құрама Штаттарының әрекеттеріне байланысты Орталық Азияда Ресейдің де, Европаның да, Америка Құрама Штаттарының да қазіргі таңда назары көбірек ауып отырған жоқ. Яғни олардың басты назары Украинадағы соғысқа байланысты сол аймаққа ауып отыр. Міне осындай сәтте Қытай Орталық Азиядағы өзінің ықпалы мен Орталық Азиядағы өзінің мүддесінің барынша арттыруды қалайды және бұны мүмкіндік санайды. Себебі Қытай үшін Орталық Азия ең маңызды аймақтардың бірі десек қателеспейтін шығармыз. Қытай жалпы Орталық Азия үшін күресті, таласты ешқашан тоқтатқан емес. Себебі Қытай үшін Орталық Азия ең алдымен маршрут саналады, яғни логистика үшін өте маңызды аймақ. Негізінен Қытайдың сауда жолы саналатын ол Тынық мұхит аймағы мен Үнді мұхит аймақтары. Алайда соңғы жылдары Америка Құрама Штаттарымен, Аустралиямен, Канадамен, Европа елдерімен біршама конфронтациямен қарама-қайшылыққа келген Қытай енді логистика тұрғысынан басқа жолдарды іздеуге мәжбүр болды. Себебі Үнді мұхит мен Тынық мұхит аймақтары бойынша тауар тасымалдау мүмкіндіктері азая түсті. Сондықтан да Қытай Орталық Азия мемлекеттерін қолдану арқылы өзінің тауарын өзінің басты сатып алушы аймағы саналатын Европаға жеткізудің бірден-бір тиімді жолы ол Орталық Азия деп санайды. Себебі Қытайдың басты тауарын сатып алушы елдер ол Европа. Қытайдың тауарының 43%-ін дәл осы Европалық қауымдастық мемлекеттер сатып алады. Ал Қазақстан арқылы және Орталық Азиядағы өзге мемлекеттер арқылы тиімді маршрут сала білетін болса, ендеше Қытай дәл осы маршрут негізінде Европаға өзінің тауарын жылдам әрі арзан бағада жеткізудің жолын табатыны сөзсіз. Оның ішінде әрине енді Қазақстан аумағы арқылы Каспийге, Каспий арқылы Азербайжан арқылы Түркияға жеткізу жолдарын іздестіретіні бесенеден белгілі. Міне сондықтан Қытай үшін Орталық Азия қашанда ең бірінші тауар жеткізу, сауда қарым-қатынасы және экономикалық тұрғыдан, логистикалық тұрғыдан өте бір маңызды аймақ саналып келді. Күні кеше ғана болған кездесуде осы мәселелер кеңінен талқыланды. Жалпы Қытай Орталық Азияға байланысты соңғы жылдары ол Орталық Азия және Қытай атты форум құрған болатын. Дәл осы форумға Қазақстан қазіргі таңда төрағалық етті. Күні кеше ғана өткен форумда Қазақстан өзінің төрағалығын аяқтап Қытайға өткізіп берді. Тура осындай формат Орталық Азия мен Америка Құрама Штаттарының арасында болды. Ол 5+1 деп аталды. 5 деген Орталық Азиядағы 5 мемлекет, +1 дегеніміз ол Америка Құрама Штаттары болатын. Міне осындай форматта Америка Құрама Штаттарына бір бәсекелес, Америка Құрама Штаттарына бір қарсы әрекет етуші тарап ретінде Қытайда құра білді және ол Орталық Азия плюс Қытай деп аталады. Осындай форматта негізде Қытай 3-ші кездесуін өткізіп, енді 4-ші кездесуді өзінің жерінде ұйымдастыруға ниетті болып отыр. Кешегі болған кездесуде Қытай мен Қазақстанның арасында да біршама мәселелер талқыланды. Оның ішінде Қытайдың Қазақстандағы консулдығы ашылатыны болды, ол Ақтөбе қаласында. Қазақстанның Қытайдағы консулдығы ашылатын болды, ол Қытайдың Сиан қаласында. Сонымен қатар 1 маусымнан бастап Қазақстан мен Қытайдың арасындағы әуе қарым-қатынасы қайтадан бұрынғы қалпына келді. Қазіргі таңда Қазақстан мен Қытайдың арасында аптасына 2 мәрте ұшақтар ұшатыны жайлы нақты мәліметтер пайда болды. Және ең соңғы мәліметтерге сенетін болсақ, Қазақстан Қытайдан келетін азаматтар үшін визасыз режимді ұзартуды көздеп отыр. Яғни ол 7-14 күнге дейін созылуы мүмкін. Міне осы күндердің аралығында визасыз негізде жүре беруге рұқсат етілуі әбден мүмкін деген ақпараттар бар. Қытай сонымен қатар Қазақстанда өзінің медициналық орталықтарын ашуды көздеп отыр екен. Енді Қытайдың медицинасы ол әлемде бір дамыған медицина саналғандықтан Қазақстанның ірі қалаларында, оның ішінде Алматы қаласында
өзінің медициналық орталықтарын ашуды және Қазақстан мен Қытайдың арасындағы медицина қызметкерлерінің тәжірибе алмасуын жиілету, көбейтуді көздеп отырғанын айтты. Және тек қана медициналық орталықтар емес, сонымен қатар медициналық білім беретін колледждерді Қазақстанда ашу немесе соны салынуына инвестиция құю мәселелерін талқылайтынын да жеткізген болатын. Бұл Қытайдың Қазақстандағы жасағысы келетін жоспарларының, іс-әрекеттерінің бір парасы ғана. Өйткені бұған дейін Қазақстанда Қытайдың инвестициялық тұрғыдан көптеген жобалар жүзеге асып жатқанын өзіміз білеміз. Мысалы, атышулы 50-ден астам зауыттың, кен орындары мен фабрикаларының Қазақстанда салынып жатқаны белгілі. Негізінен Қытай Орталық Азия мемлекеттерінде өзінің ықпалын жыл сайын арттырып келе жатыр. Және Орталық Азия мемлекеттерінің қарызына назар аударатын болсақ, онда Орталық Азия елдерінің басым көпшілігі Қытайдан қарыз алғанын байқасақ болады. Мысалы, Қырғызстан ең көп қарыз ел ретінде осы Қытайға қарыз. Яғни Қырғызстан үшін басты несие беруші ел ол Қытай. Қазақстан үшін басты несие беруші елдердің ішінде Қытай 5-ші орында тұр. Өзбекстан үшін қарыз беруші елдердің ішінде Қытай жалпы елдердің ішінде 2-ші орында тұр. Халықаралық банктердің негізінде Азиялық даму банкі және Қытайдың инвестициялық банктері де мемлекеттен тыс негізде Өзбекстанға ең көп қарыз беруші жаңағы салалар, секторлар саналады. Тәжікстан үшін басты қарыз беруші ел ол осы Қытай саналады. Ал Түркменстан үшін қарыз беруші елдердің ішінде Қытай 10-дықтың ішінде бар дейді. Себебі Түркменстан өзінің сыртқы қарызын ашық жарияламайтын мемлекеттердің біріне жатады. Бірақ бейресми деректерге назар аударатын болсақ, Түркменстанның сыртқы қарызы 10 миллиард доллардан асып жығылады. Және осының ішінде Қытайдың үлесі кемі 1 миллиард доллар деген осындай бір ақпараттар бар. Негізінен бұлайша алып қараған кезде Қытайдың Орталық Азиядағы экономикалық экспансиясы күшейе түсетіні бесенеден белгілі. Себебі экономикалық игіліктер тұрғысынан Ресей енді Орталық Азияға көптеген мүмкіндіктер ұсына алмайды. Себебі Ресейдің өзі әлемдік қауымдастық пен Европалық қауымдастық дамыған батыс мемлекеттерінің санкциясына ұшырағандықтан, қазірдің өзінде Ресейде жұмыс істеп жатқан Орталық Азиядан шыққан еңбек мигранттарына тиімділік тұрғысынан жақсы бір жұмыс орындарын ұсына алмауда. Сәйкесінше Ресей нарығында жұмыс істеген Орталық Азияның еңбек мигранттары қайтадан Орталық Азияға қайтып келіп жатыр. Бұл тұрғысынан Қытай өзінің мүмкіндіктерін ашуға ниетті екенін көрсетуде. Бұл жерде бесенеден белгілі дүние ол Қытайға барып Орталық Азияның еңбек мигранттары жұмыс істей алмайды. Себебі Қытайда онсыз да арзан жұмыс күші көп. Бірақ Қытай Орталық Азиядағы еңбек мигранттарын ешқайда кетпей Орталық Азияда қалуға мүмкіндік бере алады. Бұл дегеніміз Орталық Азиядағы кеніштер болсын, зауыттар болсын, өзге де жұмыс орындары болсын, Қытай тарапынан инвестицияны көбірек тартуға алуға мүмкіндік ашылады. Осы арқылы Орталық Азиядағы еңбек мигранттар ешқайда бармай өз жерінде жұмыс орындары ашылуына байланысты жұмыс істей алады. Ал бұл Орталық Азия мемлекеттері үшін ішкі тұрақтылық сақтауға сеп болса, Қытай үшін бұл Орталық Азиядағы экономикалық ықпалдастығының, артынша саяси ықпалдастығының артуына мүмкіндік береді. Бір сөзбен айтқанда, экономикалық экспансияны жеделдетуге мүмкіндік ашады. Екінші жағынан алып қараған кезде, Қытай Орталық Азия мемлекеттері үшін өзінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге барынша күш салатын сипатты көрсетіп отыр. Себебі Қытай Орталық Азиядағы тұрақсыздық ол Қытайдың өзінің ішіндегі тұрақтылық мәселесіне тікелей әсер етеді деген көзқараста. Себебі Қытайдың Орталық Азия елдерімен шекарасы бар және оның ішінде Қытайдың жаңағы ең проблемный, ең мәселесі көп аймақтары саналатын аймақтарда Орталық Азияда тұрақсыздық болса, Қытайға қарай ауып кетеді деген сондай бір қауіп бар. Және Орталық Азия мен Қытайдың арасындағы ықпалдастықты арттыра түсетін тағы бір мәселе ол Ауғанстандағы тәліптердің билікке келуі. Бұған дейін Қытай Орталық Азиядағы өзінің ықпалын тәліптер емес Ауғанстанда НАТО күштері тұрған кезде анық көрсете алмаған еді. Алайда 2021 жылы Ауғанстанда 15 тамызда билікке тәліптер келгеннен кейін және Ауғанстанның НАТО күштері кеткеннен кейін Қытай Ауғанстандағы тұрақтылық мәселесіне және Орталық Азиядағы тұрақтылық мәселесіне ашықтан-ашық мәлімдемелер жасай бастады. Тіпті қажет болатын болса, әскери күш көмек көрсету жағында ұсынған болатын. Сондықтан да Қытайдың алдағы таңдағы Орталық Азияға ұсынатын жан-жақты жоспарлар көп болатын сияқты. Әсіресе бұл біріншіден экономикалық, екіншіден
қауіпсіздік саласы бойынша, яғни қару-жарақпен қамтамасыз ету, тіпті қажет болатын болса әскери базалар ашу немесе әскери жаттығулар санын арттыру бойынша сондай бір ұсыныстар жасауы мүмкін. Бұл ең бірінші Ресейге, екінші Америка құрама штаттарына ұнамайтыны айдан анық. Және әрине орталық Азия халықтарының Қытаймен етене араласу және Қытаймен экономикалық инвестициялық тұрғыдан қарым-қатынас жасауды азайтуға қатысты ұсыныстар мен көзқарастарын Бейжің жақсы білет, сондықтан да әрбір қадамын мысық табандап жасайтыны анық. Ал Ван Идің жасаған мәліметтері, Ван Идің жасаған мәлімдемелері ол тікелей Америка құрама штаттарына бағытталғанын біз анық байқадық күні кеше ғана, себебі Ван И халықаралық қауымдастықта қандай да бір мемлекетті оқшаулауды тоқтату қажет деп айтты. Бұл жерде Ресейді меңзегенімен Қытай өзіне байланысты да айтып отырған біз түсінуге тиіспіз. Себебі Қытайға да Америка құрама штаттары мен Еуропа тарапынан адам құқықтарын бұзуға байланысты соңғы жылдар бірнеше санкциялар салынған болатын. Осылайша Қытай Еуропада Ресей мен батыс елдерінің арасында қырғиқабақ артқан сәтте және Ресейдің әлемдік қауымдастықта оқшауланып, изоляцияланып, темір құрсаудың соңына қайтадан бір мәрте түсетін кезеңінде орталық Азиядағы өзінің ықпалын арттыратын нақтылы түрде көрсетіп берді.